Ғаламтордағы қазақ тілді сайттардың дені оқырманға арзанқол дүниелер ұсынып, ақша тауып отыр. Халықтың санасын улап, ұлттық тәрбиеге нұқсан келтіретін бұл жағдай қазақ интернетіндегі контент жасаушылардың 3-ші форумында сөз болды. Жиналғандардың пікірінше, жылдан жылға аудиториясы артып келе жатқан қазақ сайттарындағы ақпарат тартымды ғана емес, сапалы болуы тиіс. Биылғы форумға тек телеарна мен түрлі сайттардың өкілдері ғана емес, әлеуметтік желіде тұшымды ой айтып, әжептәуір аудитория жинаған блогерлер де шақырылыпты. Форум жұмысын ашқан ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев қазақ тілді оқырманның саны жылдан жылға артып келе жатқандығын алға тартты. Осыдан 5 жыл бұрын, 10 жыл бұрын біз әр уақытта айтатынымыз, осы қазақ тілді сайттар болса екен деп ойлайтынымыз. Қазір сондай сайттар бар. Саны да күшейіп келе жатыр. Енді осы сайттардың сапасы өсуіне біз бәріміз бірлесіп, осы үлкен мақсатқа жетеміз деп мен сенемін. Бүгінде Қазақстанда интернет қолданушылар саны 13 миллион десек, оның қазақ тілді аудиториясы миллионға да жетпейді екен. Өйткені қазақ сайттарының дені мемлекеттік тапсырыспен жұмыс істейтіндіктен іш пыстырарлық дүниелер көп жариялайтын көрінеді. Алайда соның өзін оқырманға қызықты да сапалы етіп беру тілшінің басты міндеті. Мысалы, бизнестің жол картасы 20-20 деген бағдарламаны алайық, иә? Осы бағдарлама бойынша 19 кәсіпкер өзінің кәсібін ашып, шаруасын дөңгелетіп жатыр деп жазсаңыз, оқырманыңыз сол бірінші жолыңыздан қашып кетеді. Бұл жерде кейіпкерлерді, тірі кейіпкерлерді тауып, тірі деген кейіпкердің барлығы тірі ғой, соны тірілте беріп, халыққа басқа бір жағынан келіп, жықпыл-жықпылмен әдемілеп алып келіп, сол бағдарламаларды насихаттай алсаңыз, халық оқымайды емес, оқиды. Ал мемлекеттік тапсырыс алмайтын сайттардың дені түрлі қылмыспен өсекке толы контент жасайды. Осының арқасында оқырман жинап, жарнама есебінен күн көреді. Ақпарат айдынында жыл сайын 33 миллиард теңгенің жарнамасы жайғастырылса, оның тең жартысы телеарналарға кетеді. 6 миллиард теңгеден астамы сайттарға тиесілі десек, оның өзін орыс тілділері қағып кетеді екен. Биліктің шешімдерін қабылдап отқан азаматтардың өзі де, орысша жасадық, оны өздерің оқып алыңдар. Немесе пресс-релиз таратып жібердік, қазақшасын өзіңіз аударып алыңдар деген психологиядан арылу керек. Меніңше, өйткені бүгінгі күні егер Қазақстанда екі тілді қоғам бар дейтін анық болатын болса, орыс тілді аудитория, қазақ тілді аудитория өсіп келе жатқан және жас аудитория дейтін болсақ, онда оның пікірін ескеру, соған түсінікті тілде жазу. Ол мемлекеттік органдардың баспасөз қызметтерінің, арнайы коммуникация қызметтерінің сөзсіз міндеті. Форумда күннен күнге сұраныс артып келе жатқан қазақ тілді ғаламторда сапалы контент жасап, оқырманның талғамын салиқалы дүниеге бағыттау керек деген ой түйілді. Гүлмира Тасболатқызы, Тимур Еркетаев, Астана телеарнасы.